2022 жылғы 1 тамыздағы жағдай бойынша зейнетақы жинақтарының жалпы сомасы шамамен 13,7 триллион теңгені құрады. Айта кету керек, биыл зейнетақы жарналары көбейе түсуде. 2022 жылдың 7 айында салымшылардың шоттарына жалпы көлемі 952 миллиард теңгеден астам зейнетақы жарналары түсті. Ерікті зейнетақы жарналарының көлемі 4 есеге жуық ұлғайды. Айта кетейік, ерікті зейнетақы жарналары бойынша айтарлықтай өсім жалғасуда. Өйткені Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қорынан азаматтардың талап етілмеген сомалары бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына аударылып тұрады. Сонымен бірге өсім жарналардың басқа да түрлері бойынша орын алады. Егер өткен жылдың ұқсас кезеңімен салыстыратын болсақ, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары 40%-ға, міндетті зейнетақы жарналары көлемі 30%-ға дейін ұлғайды. Жеке зейнетақы шоттары жалпы шамамен 12 миллион бірлікті құрады. Жыл ішіндегі өсім 3%-дан асты. Айта кету керек, жыл басынан бері бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында шамамен 411 мың шот ашылып, 82 мың шот жабылған. Шоттардың ең көп саны жоғарыда айтылған себептерге байланысты ерікті зейнетақы жарналары бойынша ашылды. Міндетті зейнетақы жарналары бойынша шоттар шамамен 10 миллион 900 мың бірлікті құрады. Олардың 52%-ы ерлерге, 48%-ы әйелдерге тиесілі. 7 айда бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан 1 триллион теңгеден астам төлем іске асырылды. Бұл ретте жасы бойынша ең жоғарғы ай сайынғы зейнетақы төлемі 707 мың теңгеден асады.